Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай, қарапайым рецептпен жасалатын осындай кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай 2 жұмыртқа керек. Осы 2 жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, аппақ болғанға дейін араластыратын боламыз. Осыны араластырып болғаннан кейін ерітілген майымызды, сүтімізді араластырып, осының үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Одан кейін 1 қасық 9% уксусты құятын боламыз. Егер уксус болмаса, маңызды емес. Онға разрехителімізді қосып, қопсытқышымызды қосып, осыны жаңа қоспамызға салып, сұйық қамыр елейтін боламыз. Менде ас қасықпен 8 қасық ұн кетті. Осы ұнымыздың бәрін бірге салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Және осының үстіне ас қасықпен 1 қасық крахмал салатын боламыз. Менде картофельный, кукурузный да бола береді. Осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Енді осының үстіне кішкене қасықпен жарты қасықтай ванилий немесе ванильный сахар қосып араластырамыз. Енді бананымызды шаншқымен езіп, осылай осы сұйық қамырымыздың үстіне қосатын боламыз. Оны да жақсылап тұрып араластырамыз. Және осындай арнайы кекс пісіретін ыдысымызға майымызды жағып, осыны осылай құямыз. Пешімізді 180 градуста ысытып қойып, осы кексімізді пісіріп аламыз. Міне достар, менің кексім дайын болды. Кекс өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Бананның дәмі ерекше. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, төмендегі подписаться батырмасын басып, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, мені қолдап кетсеңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.